Сәлем достар, бүгін біз өте дәмді дагестандық шелпектерді пісіретін боламыз. Өте оңай, құрамында ұн және де сыр, жарты шай қасық сода, бір қасық тұз. Начинкасына сырды қолданамыз, пышақпен турап немесе үккіштен өткізсеңіздер болады. Жылы айранымызға бір шай қасық тұзды салып, жақсылап араластырамыз. Кейіннен ұнымызды бірте-бірте саламыз. Сразу көп салуға болмайды, себебі қамырымыз қатты болып қалуы мүмкін. Осылай соданы салып араластырамыз, немесе бірінші тұздан кейін айранға содамыз салып жіберсек те болады. Міне осылай бірте-бірте илейміз. Тегіс табаққа қамырымызды түсіріп аламыз. Қамыр осындай болу керек, жұмсақ болу керек, қатты болмау керек. Онды жай-жайдан салып осылай қадағалап отырамыз тестоның жұмсақтығын. Кейіннен осылай сопақша қылып, рулетик ұзатып, 4 бөлікке бөлеміз. Міне бірінші бөлігі кетті. Мен видеоны мейлінше тез жасаған жақсы көрем, барлығын қысқадан нұсқа көрсеткенді. Өз уақытымды және де басқалардың уақытын үнемдеу үшін міне осылай қамырларымызды жайғанға дайындап дөңгелектеміз. Өстіп басқа ыдысқа қойып, бұл өте оңай жасалады. Әрі тез дайындалады, ешқандай қиындық жоқ. Қамырымызды біркелкі қылып жайып шығамыз. Қалың болса піспей қалуы мүмкін, ал қатты жұқа болса сыр начинкасы бетіне шығып кетуі мүмкін. Сол үшін норманы сақтап жайып шығамыз біркелкі қылып. Енді жайған қамырымызға сырды саламыз. Кейіннен осындай видеода көрсетілгендей түйіп шығамыз. Ұнға аунатып, мына қалыңдығын кетіру үшін оқтаумен бір жайып аламыз. Бірақ абайлау керек, сыр бетіне шығып кетпеу керек. Міне осындай 3 шелпегіміз дайын болды. Енді осыны қызып тұрған сковородкаға салып пісіріп аламыз. Бірақ май ештеңе жақпаймыз, тек өзін саламыз да. Қақпағын жауып, 1-3 минутқа, 4 минутқа қызарғанша күтеміз. Кейіннен аударып, піскеннен кейін бетіне май жағамыз. Қалған шелпектерді осылай қызарғанша пісіріп отырамыз. Піскеннен кейін майын жағамыз. Міне осындай дәмді әрі қолжетімді шелпектеріміз дайын болады. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпа.